Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің елімнің нышандары. Сабақтың мақсаты: еліміздің ресми және ресми емес нышандары. Қазақстанның ресми емес нышандарының маңыздылығын түсіну. Нышан дегеніміз белгілі бір ұғымның, идеяның немесе құбылыстың шартты белгілері. Нышандар негізгі ресми емес болып бөлінеді. Ресми нышандарға Қазақстан Республикасының ресми нышандарына мемлекеттік нышандар жатады. Олар ту, елтаңба, гимн. Мемлекеттік нышандар мемлекеттің ата заңына бекітілген айрым белгілері. Мемлекеттік рәміздерден басқа әрбір елдің ресми емес ұлттық нышандары, символдары бар. Олар елдің тарихымен, мәдениетімен, табиғатымен байланысты. Енді балалар, мына суретке назар аударыңыздаршы. Қандай киіз үйдің қандай бөлігі бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар. Шаңырақ. Шаңырақ қазақ халқы үшін үйдің, ошақтың, отбасының нышаны. Шаңырақ еліміздің ресми символдарының бірі, ел таңбада бейнеленген. Енді мына суретке назар аударыңдар. Нұр-Сұлтан қаласының ел таңбасында қандай ресми емес нышандар бейнеленген? Суретке назар аударып айтайық. Өте жақсы жарайсыңдар. Бәйтерек монументі. Ертедегі ата-бабаларымыздың дүниетанымын көрсетеді. Бәйтерек сөзі өмір ағашы деген мағынаны білдіреді. Балалар, мына суретке назар аударайық. Нұр-Сұлтан қаласындағы салтанат қақпасы неліктен мәңгілік ел деп аталады? Жақсы жарайсыңдар. Мәңгілік ел болу ата-бабамыздың мыңдаған жылдан бергі арманы. Ол арман орындалды. Басқа елдермен тең қарым-қатынас жасап, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын егемен мемлекет болдық. Енді балалар, қыран құс. Қазақ елінің мақтанышы. Ол мемлекеттің күшін, оның еркіндікке, биік мақсатқа ұмтылуын және тұрақтылыққа деген талпынысын білдіреді. Дала қыраны мемлекеттік туда бейнеленген. Міне балалар, бүгінгі өткен дүниетану сабағындағы еліміздің ресми және ресми емес нышандарын өттік. Енді қорытынды. Бүгінгі сабақта еліміздің ресми және ресми емес нышандары туралы білдің. Қазақстанның ресми емес нышандарының маңыздылығын түсіндіңдер. Енді балалар, бүгінгі сабақты кері байланыспен бағалаймыз. Бас бармақ арқылы сабақты бағалайық. Сабақтың бәрі түсінікті болсақ, бас бармағымызды көрсетеміз. Сабақта түсінбеген жерлері сұрақтар болса, сұрақ белгісі. Сабақты мүлде түсінбесеңіздер балалар, бас бармақты төмен қаратамыз.